Саламатсыңдар ма балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгін қазақ тілінің сабағын жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы уақыт алтыннан да қымбат. Сабақ басталмас бұрын миға шабуыл жасайық. Уақыт дегеніміз не? Уақытты тиімді пайдалану дегеніміз не? Бос уақытты қалай тиімді пайдалану керек? Ал егер сұрақтарға жауап берген болсаңыздар, келесі бүгінгі оқу мақсатымызбен танысайық сабақтың. Бірінші, эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды белгілі бір мекен мен уақиғаны сипаттап не суреттеп жазу. Екінші, жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Күрделі сөздерді ажыратып, жасалу жолын көрсету. Уақытты бағалай біл мәтінмен танысайық. Адам үшін ең қымбат нәрсе уақыт. Ол алтыннан да қымбат. Уақыт әркімнің өмірлік капиталы. Адамның құр босқа кеткен уақытын кері қайтару мүмкін емес. Кісінің іскерлігі уақытты бос жібермеуден басталады. Біз көбінесе сол уақытты бағалай білмейміз. Ханға да, қараға да берілетін мерзім тәулігіне 24 сағат. Кім уақытын бағалай білсе, сол ғана биікке жетеді. Саналы адам уақытын өмірді жасайтын негізгі құрал екенін жақсы түсінеді. Адам уақытты сезгенде ғана өз-өзін қадағалап отырады. Ісінің өрге басуы өзіне ғана байланысты. Өз уақытын пайдалана білген адам бір істі жоспарлауға үйренеді. Уақыт ысырап болуы шығын. Үнемі кешігіп жүретін жалқау адамға іскерлік әлемде орын жоқ. Алтындай уақыттың бағасын біл. Жалқаулықтан бойыңды аулақ ұста. Өзіңді өзің тәрбиеле. Ал балалар, 57-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді оқып, ат қоямыз. Сонымен қатар, алтындай қымбат уақытты бағалай білуді үйрендім деген сөзге мәнін түсіндіресіңдер. Дескриптор. Мәтінді оқисыңдар, мәтінге ат қоясыңдар. Алтындай қымбат уақытты бағалай білуді үйрендім деген сөз мәнін түсіндіре аласыңдар. Бұл ауызша тапсырма. Келесі жазбаша тапсырма, оған 10 минут уақыт беріледі. Уақытты тиімді пайдалану туралы эссе жазу. Эссе жазған кезде төмендегі дескриптордарды сақтаймыз. Эссе құрылымын сақтайсыңдар, тақырып мазмұн аша білесіңдер және эссе көлемін сақтайсыңдар. Эссе 30-40 сөзден жасалу керек. Бүгінгі біздің тілдік нормамыз өтетін күрделі сөздер. Күрделі сөздер өзі 4-ке бөлінеді. Біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер және тіркесті сөздер. Күрделі сөздер дегеніміздің өзі 2 немесе одан да көп сөзден жасалған сөздерді біз күрделі сөздер дейміз. Соның ішіндегі біріншісі біріккен сөздер. Біріккен сөздер бұл 2 немесе одан да көп сөздер бірігу арқылы жасалатын сөздерді айтамыз. Мысалы, тасбақа 2 сөзден жасалып тұр, тас және бақа. Немесе бүгін, бұл кірге біріккен сөздер. Бұл және күн деген сөзден жасалып отыр. Немесе қыстың күні деген сөзде 2 сөзден жасалып тұр. Қыстың күні. Қос сөздер. Қос сөздер дегеніміз 2 немесе одан да 3 сөзден қосарланып жасалған сөздерді айтамыз. Оның арасына дефис қоямыз. Мысалы, ата, ана,
үлкен, кіші, бала, шаға. Қысқарған сөздер бұл екі немесе одан да көп сөздер қысқартылып жазылатын сөздерді біз қысқарған сөздер дейміз. Мысалы, Қазақстан Республика деген сөзді біз қ-р деп аламыз. Немесе Америка құрама штатын ақш, Біріккен ұлттар ұйымы бұ. Тіркесті сөздер. Бұларда екі немесе одан да үш сөздер бірігіп сөз тіркестерін жасалайды. Мысалы, 65, ат жарыс, сары ала. Міне, осы тілдік нормаға байланысты біз келесі тапсырманы орындаймыз. Үшінші тапсырма: қанатты сөздер түсініп оқисыңдар, күрделі сөздерді анықтап, қалай жасалғанын көрсетесіңдер. Дескрипторге сүйенеміз. Қанатты сөздерді оқисыңдар, күрделі сөздерді анықтайсыңдар, қалай жасалғанын түсіндіресіңдер. Бұл біз дәптерге орындаймыз. Ал үйге тапсырма: 5 өлеңді жол. Бүгінгі тақырып бойынша ойларыңды тиянақтап, уақыт сөзіне 5 жолды өлең жазасыңдар. Яғни 5 жолды өлең дегеніміз: біріншісінде зат есім, екіншісінде екі сын есім, үшіншісінде үш етістік, төртіншісінде кез келген сөз таптарынан тұратын 4 сөз жазасыңдар. Бесінші сөйлемінде бір сөзден тұратын сөз жазасыңдар. Яғни уақыт деген сөзді аламыз, соны жазамыз. Мысалы, зат есімге уақыт деп жазамыз. Екіншісіне екі сын есім, яғни уақыт деген қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, алтын уақыт деп, және басқа қалай айтуға болады, соны жазасыңдар. Сөйтіп ары қарай жалғастырасыңдар. Ал егер сабақ түсінікті болса, тапсырмаларды орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңдар.